Söylep basтай береміз. Үшін ең жақсысын қалай. Бүгінде сіздер болашағыңыз үшін ең маңызды шешім қабылдау алдында тұрсыздар. Біз де оқушыларды болашаққа қалай дайындайтынымызды түсіндіру үшін осындамыз. Достық, дайындықтың сенімді мекен-жайы. Жарқын болашаққа бастаған нық қадам. 2002 жылдан бері сапалы білім беріп келген Достық білім беру орталықтары өзінің жетістіктерімен елге танымал болып үлгерді. 100 мыңдаған оқушы мақсатына достықпен жетті. Сәлем достар. Қош келдіңіздер. Кеш жарық. Қаларыңыз қалай? Бүгін біз Сымбат ағайдың онлайн тікелей трансляциясына жиналып отырмыз. Яғни қазақ тілі әдебиетінен оқытудан қалай 40-тан 40 алу керектігін сіздерге қазір бөлісетін болады. Сымбат ағайымыз шамалы балдарды күтейік. 5 минут бір әлі басталудан. Сол үшін біздің достықтың реклама бөліктерін қарай тұрыңыздар. Қазір Сымбат ағай дайындалып алсын. Сіздерге қазір 5 минуттан кейін шығатын болады. Тікелей эфирде қалыңыздар. Достық білім беру орталықтарының білім беру жүйесі 5 модульден тұрады. Бірінші, жоспарлау. Пән бойынша өтетін тақырыптар, жыл ішінде өткізілетін емтихандар мен семинарлар. Барлығы академиялық күнтізбеде көрсетілген. Профориентолог мамандарымыздың көмегімен әр оқушының қай мамандыққа бейім екенін анықтау. 1 жылдық дайындық жоспары жасалады. Екінші, оқу процесі. Оқушылар деңгей бойынша топтарға бөлініп оқытылады. Әр мұғалімдері жылдық жоспарға сәйкес сабақ түсіндіреді және әр тақырыптан соң тестпен жұмыс жасалады. Үшінші, тақырыпты бекіту және арнайы тапсырмалар. Тақырыпқа сәйкес үй жұмыстары беріледі. Түсінбеген тақырыптар бойынша тегін қосымша сабақтар ұйымдастырылады. Төртінші, тестілеу. Апта сайын және ай сайын байқау сынақтары жүргізіледі. Тестілеу соңында қатемен жұмыс жасалады. Бесінші, кәсіби бағдар беру. Топ кураторы оқушының сабақ үлгерімін бақылайды. Оқу процесін қадағалайды. Қай тақырыптан үлгермей жатса, тегін қосымша сабақтар ұйымдастырады. Ата-аналармен әрдайым диалог жасап, тығыз қарым-қатынаста болады. Оқушыларды кәсіби бағдар беру семинарлары, психологиялық тренингтер, Уинтеркамп секілді оқу жаттығу лагерлері және алуан түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Арнайы мамандар оқушыларға мамандық пен университет таңдауға көмектесіп, оқу орнына орналастырады. Білікті ұстаздар құрамы. Достық мұғалімі оқушы үшін мотиватор. Дұрыс бағыт-бағдар көрсететін кеңесші. Жан-жақты жетілдіруші ұстаз. Кез келген уақытта қасынан табылатын жаңаша. Оқу құралдары мен байқау сынақтары. Барлық достық мұғалімдерінің атсалысуымен тиянақтылықпен дайындалған мектеп бағдарламасына сай түсінікті әрі түрлі түсті оқу құралдары мен байқау сынақтары. Республика бойынша 100 мыңнан астам оқушы қатысатын байқау сынақтарында оқушылар ең объективті түрде бағалау мүмкіндігіне ие болады. Осылайша достық сұрақтарын шешкен оқушы байқау сынақтарында кездеспеген сұрақты қалмайды. Достар, сіздерге дауыстары бәрі естіліп тұр ғой, қазір уже еңбегін сынатыға шығарып болады. Достар, естіліп тұрса, плюс қой жүрек. Осындай дарын топтарының арқасында оқушыларымыз жыл сайын рекордтық көрсеткіштерге ие болды. Естіліп тұр дауысың, Тегін оқу және жеңілдіктер. Жыл сайын 10-шы сынып оқушыларына алғашқы қадамын ұйымдастырып, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық курсында тегін немесе жеңілдікпен оқу мүмкіншілігін ұсынамыз. Грант Олимпиадасы. Университеттермен бірге меморандум жасалып, оқушыларымызға арнайы грант пен жеңілдіктер беріледі. Біз үшін ең басты құндылық оқушы. Технологияның озық мүмкіндіктері оқушыға арналады. Жүйелі қарым-қатынас ең жоқ. Жақсы. Армысыздар достар, бірінші кезекте пайдалы болам деп ойлаймын. Және пайдалы болып болмауы бірінші кезекте маған емес сіздерге байланысты екендігін деп түсінсеңіздер екен деймін.
Негізгі философиясы осындай. Мастер-классымыздың жаттама түсін. Негізгі идеясы осылай. Барлығы келіп, осыған байланысады, осыған келіп сабақтасады. Жаттама түсін. Немесе жақшаның ішінде қалай 80 жинаймын. Яғни, қалай қазақ тілден 40 және қалай әдебиеттен 40 жинаймын. Бұл мен Аманбаев Сымбат. Кеттік, бастадық. Ең бірінші кезекте біз қазақ тілі үшін мына нәрсені түсінуіміз керек. Грамматика, етістік дейміз, оның жұрнақтары дейміз, бірінші пайда болып, одан кейін барып біз қазақ тілінде сөйлей бастаған жоқпыз. Біз сан ғасырдан бері өзіміздің тілімізде сөйлеп келе жатырмыз, қолданып келе жатырмыз, және соның қолданылғанына қарай грамматика пайда болды. Яғни, керісінше емес. Грамматика пайда болып, одан кейін бастап сөз, одан бұрын, одан кейін барып мағына, одан кейін барып сөйлеу кездегі мақсат пайда болған жоқ. Жоқ. ОБТ-дің пайда болуынан бұрын ең бірінші біз сөйлеу мақсаты пайда болды. Одан кейін барып мағына пайда болды. Одан кейін барып мағынаны жеткізетін сөз, сол сөздің қолданысына қарай, мақсатқа қарай, грамматика қарай ОБТ пайда болған дейді. Бірінші кезекте осы нәрсені білу керек. Дұрыс түсінік. Егер біз жаттанды біліммен кіретін болсақ, бірінші кезекте ол біздің қалай сөйлейтін болсақ, солай қалыптасқан дүние екендігін түсінбесек, ОБТ-дан қазақ тілден 40-тан 40 балл ала алмаймыз. Оны егер тест жазып жүргендеріңіз болса, білесіздер. Қазақ тілі бір ережеге жазылған, алайда бірақ дейтін жерлер өте көп. Неге? Себебі ол тіл. Ол бір клишеге, ол бір шаблонға, ол бір рамкеге сыймайды. Ол тек қана біздің тілімізге, біздің қолданысымызға сыйады. Сол үшін дұрыс түсінік қалыптастырайық. Бірінші, тіл пайда болды, одан кейін барып ОБТ. Керісінше емес. Екінші. Керемет адам бар, Ахмет Байтұрсынов деген. Ол тіл құралын жазған кезде, немесе әдебиет танытқышты жазған кезде қазақ үшін бәлкім қандай жаңалық ашып кеткендігін бәлкім болжаған шығар, бәлкім болжамаған шығар. Бірақ оның бағасын біз береміз. Бүгінгі біз, мен және сіздер. Ол атауларды соншалықты идеалды, феноменальный атаулар ойлап тапқаны соншалықты, мынау біздің терминдерге қарап, қазақ тілге байланысты. Жай ғана терминге қарап, оның не жайлы екендігін түсіне алатындай дәрежеде ойлап тауып кетті. Мысалы қарай, салалас және сабақтас. Салалас және сабақтас. Түбірін білеміз ғой енді, бұл біз үшін қатты емес. Сала дегеніміз жай бір екі сала. Екі бөлек сала. Пойыздың рельс секілді. Екеуінің бағыты бір, бірақ екеуі бір-бірімен байланысты. Демек, салалас сөйлемдер деген қандай сөйлемдер? Екеуі бір сөйлем, бірақ бір-біріне тікелей бір қатысы, байланысы жоқ деген сөз. Түсініңіздер ме? Ал сабақтас қандай деген сөз? Сабақтас сонда екеуі бір-бірімен түбінде бір сабақтасады, байланысады деген сөз. Көрдіңіздер ме? Қаншалықты тіпті жатқа білмесек те, жай ғана оқып, түбіріне қарап, ойланып, түйсініп, не жайлы екендігін түсіне аламыз. Екінші, зат есімге қарай. Енді зат деген өз айтып тұр ғой. Кім? Зат. Не зат? Бәрі зат. Жарық зат, адам зат, су зат, тақта зат. Ал есім деген атауы. Сонда қандай да бір дүниенің біз көрген атауы сөз болады, әрине. Және ол зат есімге жатады. Жаттаудың қажеті жоқ. Жай ғана түсініңіз. Құдай бізге ақыл берген ғой. Құдай бізге мұрын берген ғой, керемет идеальный кондиционер. Қыстың күні жылауға жібереді, салқын болса да даламыз, ал жаздың күні керісінше оны суытып жібереді. Сол секілді ойланайық, түсінейік. Кеттік. Бар септік. Тіпті септіктерге байланысын әсіресе орыс тобында үлкен бір проблема бар. Олар жаттап алады. Олай айтудың қажеті жоқ. Барыс деген бару. Ал бару бір бағытқа барады ғой. Бір бағыт бар. Direction, направление. Ал септік деген сөз сеп ету. Ол бір нәрсеге сеп болды. Сен маған септігіңді тегізші, яғни көмектеседі. Бір нәрсеге себеп болады. Сонда оның баруына себеп болатын бір бағыт бар. Сонда мен үй және менің бағытымды көрсететін жалғау Е деген. Сонда бар септігінің жалғауы болып шыға келеді. Бір космостан бір дүние алдық па? Ол мынау ға, ге, қа, ке деп оны жаттап жүрудің қажеті бар ма? Жоқ. Және бар септігіне ға, ге, қа, кеден бөлек жалғаулар да бар екенін білеміз. Оның барлығын жаттаудың қажеті жоқ.
Философия қандай еді? Жаттама, түсін. Демек, екінші дүниеміз, екінші өте маңызды нәрсе атауына мән беріңіз. Енді дәл осыны практика күйінде көрейік. Мен ақымақпын, мен қазақ тілінің грамматикасын білмеймін, және мен тек қана сөйлемді дұрыс оқу арқылы ғана тауып көрейінші. Мысалы, барды бар, жоқты жоқ дейтін бір сөзді ақынды деген сөйлем бар. Сөйлемдегі д тілдік бірлігіне қатысысын табыңыз. Демек, д қай жерде бар? Жоқты, бірінші д, сөзді, екінші д, ақынды, үшінші д. Демек, енді осылардың қандай функция атқаратындығын мүмкін болса, кері байланыс болсын, айтыңыздаршы, қандай жауаптар болады? Бір 10 секунд ойлануға мүмкіндік берейік. Тек дұрыс түсініңіздер, сол кезде ғана оның мағынасы ашылады. Ал мағынасын түсінбей, қосымшаның қандай екендігін табу тағы мүмкін емес. Ол барды бар, жоқты жоқ дейтін бір сөзді ақынды. Және сөздерге дұрыс сұрақ қойсақ қана мағына ашыла бастайды. Жауаптар бар ма? Әлде талдай береміз? Сәл кешігіп отыр. Тырнақшаға мән беріңіздер. Дейтін бір сөзді ақынды. Мынау өтір қойылу себебі бар. Егер ол өтір болмаса, мағына өзгеріп кетеді. Абай болу керек. Табыс септігі дейді ағай. Табыс септігі. Қалай түсіндіңіз? Еще Б дейді тағы. Б дейді. Табыс септігі жақсы. Жарайды, тағы? Үш адам табыс септігі дейді. Жарайды, тағы қандай жауаптар бар дейді? А дейді. Етістіктен сын есім. Етістіктен сын есім тудырушылығына жақсы көреміз. А, Б. Екі жауап болып бізде білеміз, бұл көп жауапты. Бұда максималды жауап саны 3. Бірде жауап болуы мүмкін, 2 және 3 жауап болуы мүмкін. Жақсы. Енді ең оңайларын салыстырмалы түрде тапқан шығармыз. Бірақ А жауабымыз қате. Не екендігін мен түсіндірейін. Біріншісіне қарайық. Барды бар, жоқты жоқ дейтін. Нені жоқ дейтін? Жоқты жоқ дейтін. Түрі жоқ қой. Д деп отыр. Д деп жатыр. Нақтылау мәні демеулік шылау. Керемет. Енді қарайық. Нені таптым, жоқты таптым ғой. Дұрыс па? Демек, бірінші жауабымыз дұрыс екен. Табыс септігінің жалғауы. Бұл тіпті барлық дүниелерді қараңызшы, мынау табыс септігі бір нәрсе тапқандығын білдіретін, бұл басқа жерлерде ешқандай функция жоқ. Ал Т шынымен табыс септігінің жалғауы екендігін мағыналық түрде не екендігін білмесек те, жай ғана ойланған адам таба алады. Бұл біздің тіліміздің құдіреттілігі. Кеттік, екінші. Бір сөзді ақында. Енді нені бір сөзді деп емес оны? Бір сөзді деген бұл жерде күрделі сөз. Қандай ақын? Бір сөзді ақын. Ал енді оның түбіріне келетін болсақ, сөз. Бір сөз. Не ғой? Бір сөз. Ал бір сөзді болса қандай болып кетеді? Демек, не дегеніміз? Зат есім. Ал бір сөзді қандай? Сын есім. Демек, екінші, бірінші тілдік бірлігіміз, тымыз, табыс септігінің жалғауы болса, екінші діміз ол зат есімнен сын есім тудырушы. Не деген сұрақтан қандай деген сұраққа ауыстырушы жұрнақ деген болады. Екінші жауабымыз демек Е. Кеттік. Ақынды. Енді ең салыстырмалы түрде қиын осы шығар. Мына сұраққа жауапты осылай деп ойлауымыздың енді себебін түсіндірейік. Жалпы бұлай. Оқушының қандай сұрақтан қалай қателескендігіне қарап, ол нені түсінбегендігін білуге. Мына сұрақты оқыған адам бұлай деп ойлайды. Мынау ақын деген сөз сөйлемде баяндауыштың қызметін атқарып тұр, демек ол етістік деп ойлайды. Дұрысында ақын деген не істейді деген сұраққа жауап бермейді. Ақын деген кім деген сұраққа жауап береді. Ол баяндауыш, бірақ етістік емес. Және жердегі бардыны салыстырмалы түрде енді ол екеуі мынау екеуі бір ғой. Барды етістік деп ойлап қалғандарыңыз ойлап қалған болуы мүмкін, бірақ оның да мүмкіндігі аз. Етістік емес. Мәселе осы. Енді үшінші дыға келетін болсақ, ақында мағыналық жағынан ол ақын еді деген сөз. Түрік тілінде әсіресе дәл осылай қолданып, біз еді деп бөлек жазамыз ғой, ал олар бірге қолданады. Мысалы үшін ақын дегенде егер шайыр болса, шайырды дейді. Шайыр еді деген сөз ол біздегі. Шайыр деген сөз қазақта да бар.
Демек, бұл не істеген сөз? Жай ғана осындай және осындай еді. Ол нақты біліп тұр ол солай екендігін. Демек, ол не деген сөз? Иә, дұрыс айттық, нақтылау, мәнді теңеулік, шылау. Б, бірінші жауабымыз Б, екінші жауабымыз Д, және үшінші жауабымыз Е болады деген сөз. Енді бір қызық болсын, осы жерде төртінші жауап бар негізі. Тапқан адамға достықтың атынан бір сыйлық болсын, иә? Жақсы. Тапқан адамға достықтың атынан бір сыйлық болсын. Бір қосымша жауап бар, төртінші. Төртінші жауап бар. Біреу бір кісі Е деді, бір кісі Аш деді. Е онсыз да жауап. Аш. Және мүмкін болса неге екендігін жазып жіберсін, себебі өзі-ақ 8-ақ жауаптың мен үшеуінің дұрыс екендігін айтып қойдым, біреуінің дұрыс емес екендігін айтып қойдым. Тағы бір кісі Аш деп отыр. Аш деп отыр. Жедел өткен жақтың журналы. Жоқ, өткен жақ жоқ. Мұнауын шатастырып тұрсаңыз, бұл демеулік мәнді шылау болып кетті. Басқа етістік жоқ. Тағы бір жауап бар. Төртінші. G. Неге? Дұрыс деп айтқан жоқпын әзірге. Неге? Қысқаша неге екендігін бір түсіндіріп жіберіңіздер. Сонымен келесі түсіндіретін дүниеге өтейік. Жақсы. Жазып жатқан болар, иә? Көп атып беріп жатыр. G, F, D, G қайттан. Былай едік, әділетті болсын. Кім неге солай екендігін бірінші жазған адамға соған болсын сіз. Мына жердегі әзірге жауап жазбай жатқан адамдарға айтайық, тілдік бірлік деген нәрсе әдейі жазды. Тілдік бірлік деген не? Тілге қатысты қандай да бір термин дейміз. Аға, жауап келді ме? Өйткені аноним сөз бар дейді, есімдік жасаушы дейді біреуі. Өйткені амоним сөз бар? Иә. Амоним сөз, иә, бірақ біз сөзге қатысты емес, біз Д тілдік бірлігіне қатысты сұрақ қойдық. Тағы? Только ответтерін жазып отыр. Аха. Би деп. Мен ойлаймын, жауап беруші адам бәлкім сезді, ішкі интуициямен, тілдік интуициямен, бәлкім шатасып, бірақ дұрыс жауап берді. Ол амоним қосымша. Дұрыс. Ол G. Бірақ енді сыйлық өзінде қалып бірен жеңіздер. Қосымша деген не? Қосымша деген ол жұрнақ та жалғау да болады. Ал амоним дегеніміз не? Мысалы, ақ. Жауабын айтып қойын, болды. Ақ. Мысалы, су ақты. Және мынау жарықтың түсі ақ. Екеуі де бірдей жазылады, бірдей айтылады. Және ондай сөздерді біз амоним дейміз. Ал сондай қосымша болатын болса, мысалы үшін, бұл жерде барлығында Д бар. Мысалы, сөзді ақырында жазылу функциясы бірдей, айтылу да бірдей, алайда мағынасы әртүрлі. Демек, бұл амоним қосымша деген сөз болады. Бұл енді болашақта бір білім болсын. Және үшінші. Енді бір басымызды бір сілкіп деп келесі дүниеге мұқият қараңыздар. Біздің түсінігімізде осындай. Мен барлық кітаптарды, оқулықтарды оқып алсам болды. Мен 40-тан 40 аламын. Бұл үлкен қателік. Тест тәжірибесі болмай 40-тан 40 алу мүмкін емес. Осы бір дүниеге қараңыздар. Теориялық білім ескеріп тұру сұрақты дұрыс нұсқамен жұмыс. Бұл осынша жылдан келген практикадан бір қалыптасқан дүние. Басқа пәнді білмеймін, қазақ тілі мен әдебиетіне байланысты. Теориялық біліміңіз керемет болсын. Жаттап алыңыз барлығын, тек қана 100% сұрақтың 65%-ына ғана дұрыс жауап бере аласыз. Шамамен 80 ұпайдың сонда қазір ұпайды жазсаңыз 60 ұпайға жетесіз бе, жетпейсіз бе? Тек қана жаттанды, яғни білетін ғана болсаңыз. Ал одан бөлек мынандай маңызды фактор бар. Сұрақты дұрыс түсіну. 18%-ына 40-тан 40 алуды. Ол қалай? Мысалы үшін, осындай сұрақ. Амоним бастадық қой, амониммен жалғастырайық. Сұрақ мұндай деп келсе ше. Амонимі бар сөйлемді көрсетіңіз, дейді. Және амонимдер қатысқан қатарды көрсетіңіз, дейді. Екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Былай, амоним қатысқан сөйлемді көрсетіңіз деген сөз, мысалы, ақталайық. Су ақты. Ақ, ол бір амоним. Бола алады. Демек, ол жауап болады дегеніз. Ал егер амонимдер қатысқан қатарды көрсетіңіз болса, демек, ақтың екінші вариациясы да қатарда болу керек деген сөз. Олай болмаса, ол жауап бола алмайды, себебі амонимдер деп тұр. Және маңызды сұрақты шартқа бөлу. Жазып қояйық ше. Шартқа бөлу. Әсіресе бұл салалас екі тақырыпты байланыстырып келіп, сабақтастырып келетін сұрақтарға байланысты.
өзі осындай болатын сөзді тап дейді. Демек, біз аналарды шартқа бөліп қоюымыз керек. 1, 2, 1, 2 деп, 1, 2, 3, 4 деп, және жауабымызды салыстырып отыруымыз керек. Мынау жауап бірінші шартқа сәйкес келеді, екінші шартқа алайда сәйкес келмейді деп. Жақсы. Сұрақты дұрыс түсінуді мен ойлаймын түсінген шығармыз. Енді келесі еске түсіру немесе ойлану. Бұл 9%-ға шамамен. Бұның қандай бір маңызы бар дейсіздер ғой. Дұрысында маңызы өте зор. Себебі қалыпты жағдай және қалыпты емес жағдай деген дүние бар. Психологияда бұл қалай? Мен қазір біліп тұрған дүниемді, мен қазір ұбт-ға барсам, мен ұмытып қалу мүмкіндігім бар. Неге? Себебі мен күнде мен осындаймын. Алайда ұбт кезінде мен басқа да. Себебі күнделікті өмірім бірдей болуы мүмкін, алайда ұбт маған бір-ақ рет мүмкіндік береді. Шартты түрде айтып жатырмын. Демек, түрлі стресстік жағдай, жаныңызда адамдардың көптігі бар, мына жерде контролердің өтіп кетуі, әй, не істеп жатсың деп сұрауы сізге барлығын санаңызға, психологияңызға қатты әсер етеді, сіз білген нәрсеңізді ұмытасыз. Сол кезде 9% роль ойнайды. Бұл қалай? Абай қай жылы өмір сүріп еді? Мынау қай жылы жазып еді? Андағы кейіпкер кім еді? Ол мұндағы кейіпкер емес пе еді? Лер көбейіп кетеді. Ол үшін не істеу керек? Бұл бір навык, бұл бір қабілет. Ол үшін қазірден бастап, жай ғана пробный жазған кезінде үйде жазып отырсыз. Барлық мүмкіндігіңіз бар, телефон ашып Google-дан қарай аласыз, немесе оқулықтан қарай аласыз, олай етпеңіз. Еске түсіріңіз. Қайталағаннан, ғалымдар оны дәлелдеген, қайталағаннан еске түсіру пайдалы. Еске түсірген нәрсені сіз келесіде ұмытпайсыз. Ал қайталаған дүниені ұмытып қалу мүмкіндігіңіз бәрібір сақталады. Сол үшін өзімізді еске түсіре алуға дағдыландыруымыз қажет. Және соңғысы нұсқамен жұмыс. Бұл өте үлкен проблема біз үшін. Мысалы үшін математиктерде шартты түрде осындай бір есеп болсын. X тең 2 көбейтілген 4 болса. 8 ғой енді, иә? Енді 8 деген жауапты көбінесе жаратылыстану пәндерінде осыны табу оңай. 8-ді былай дейді. Мысалы 16 бөлінген 2 дейді. Немесе Б нұсқасында 32 бөлінген 4 деп бір-біріне ұқсас жауаптар қылып жасап қояды. Мысалы 8 екендігін білген адам анында Б-ны таба алады ғой. Алайда біздің пәнде олай емес. Өкінішке орай. Ал біздің пәнде нұсқамен дұрыс жұмыс істей алу үшін дұрыс ойлану керек. Мысалы мындай сұрақ. Төмендегі нұсқаларының ішінен эпитетті көрсетіңіз дейді. Бұл әдебиет теориясына байланысты. Мындай сұрақ. Варианттар мындай. Таудай болып өс. Екінші, өзендей сарқырап ағып жатыр. Үшінші, көктен түскен баладай сұлу. Төртінші, айдай ару. Бесінші, өнерлі жігіт. 5 нұсқа болсын. Енді мен ең нұсқасы жауап болатындығын біліп отырсыздар ғой, бірақ енді бұны қиындатып көріңіздер санаңызда. Сонда ақымақ сонда былай деп ойлайды. Осыған дейінгі 4 нұсқада да бір нәрсеге теңеп тұр. Дай, дей деп тұр. Демек, А нұсқасы егер жауап болса, Б да, С да, Д да жауап бола алады ғой. Себебі атқарып тұрған функциясы бірдей және қосымша 1. Демек, жауап автомат түрде Е деген сөз. Тіпті теңеу мен эпитеттің не екендігін білмеген адамның өзін, шатастыратын адамның өзі, егер сұрақпен, нұсқамен дұрыс жұмыс істеуді білетін болса, дұрыс ойлана алатын болса, ол сұрақты біледі. Ал ұбт үшін сен оған біліп дұрыс жауап бердің бе, әлде білмей дұрыс жауап бердің бе, оған бәрібір. 1 балл сіздікі деген сөз. Егер қиын болып келіп жатса, түсінбей жатқан дүниелеріңіз болса, ауырлатып жіберсем, жазыңыздар. Енді тағы да сұрақ болады. 4 сұрақ берілген. Кім, не себепті, қашан, қалай? Осы 4-еуі не байланыстырады? Бір 10 секундтай бір уақыт берейік. Кім, не себепті, қашан, қалай? Және 4-еуіне ортақ бір дүние бар. Ол не? Басқа сұрақтарды енгізуге болады ма? Ең негізгілері осылар. Бәрібір. Шамамен бір 3 секунд қалып. 1, 2, 3. Жазып жатыр ма, әлде өте берейік па? Оқиға. Бір адамның, осы кісі жазған адамның негізі воображениесі өте мықты, елестетуі өте мықты, абстрактілі ойлай алатын адам екен. Тағы. Әрекет. Әрекет оқиға. Жақсы. Әрекет.
Керемет. Тағы. Біреу етістікте жазып қойыпты. Етістік емес, ол дұрыс иә. Ойлануы дұрыс, жауабы қате. Ол есімдік. Мынау үшеуі де менің күткен жауабым осы еді негізінде. Сөйлем мүшелері дейді. Сөйлем мүшелері. Келді дейді. Келді. Жақсы. Адам автор. Адам автор. Жақсы. Дұрыс қой, барлығы дұрыс негізі. Әркім әртүрлі түсінеді. Сонысымен біз уникальнымыз. Әр адам өзінше бір ұлы бар. Енді жауабына көшейік, иә? Бұл дұрыс айтты негізі. Бұл есімдік. Төртеуіне ортақ төртеуіне бұл есімдік. Төртеуінде сұрау есімдігі. Ал енді біз қазақ тілден және әдебиетке переход жасайық, иә? Байқатпайық. Бұл сұрау есімдігі. Осы төрт сұраққа әдебиет жауап береді. Бұл үшін. Барлығы сұрақ дейді. Дұрыс. Биография дейді. Дұрыс қой, иә, дұрыс. Айтқанымдай. Төртеуі де сұрақ. Төртеуіне ортақ дүние бұлар сұрау есімдігі. Және осы төрт сұраққа әдебиет жауап береді. Қалай? Міне әдебиет шығармақ. Сұрақтар демек бұлар нелер деп қабылдау керек біздің ойымыз. Қараңыздар, осы бір екі шумақтан мен әдебиетке байланысты қанша дүние айтуға болады. Алаңда алаң жұрт, ағала ордан қонған жұрт, әкеміз біздің сүйеніш күйеуде болып барған жұрт, анамыз біздің боз туған келіншек болып түскен жұрт, қайран да менің елім, қайран да менің елім. Бұл бірінші. Кім жазды? Бірінші сұрақ. Кім жазды? Жауап бар ма? Мына сұрақтарға жауап беріңіз. Қашан жазды? Қалай жазды? Және не себепті жазды? Беуде депті. Беуде. Беулер көп бізде. Өте көп беулер. Сіздің әніңізге. Ол менің әнім емес, бұл көкілден шығарған музыкасы. Бұл негізі осыны жазған автордікі емес, автор сөзін жазған. Ал музыка әуелі көкілдікі. Бекболат Тілеухан өзінің Елімай атты концертінде соны бір-біріне қабыстырып, қобызбен айтқан кезде керемет еді. Жақсы. Айта берейін бе жауап? Қазтуған. Қазтуған. Өте дұрыс. Оның авторы Қазтуған. Енді салыстырмалы түрде дайындалған адамға проблема емес, себебі боз туған деген атауды көріп тұрып біз. Кім деген сұраққа жауап бере алатын мына жерде қанша сұрақ бар? Кім жазды? Қазтуған жазды. Әкеміз біздің сүйеніш дейді. Әкесі кім? Соңғы жылдары осындай сұрақтарға көшіп келе жатырмыз, өкінішке орай. Мынаның әкесі кім болды? Мынаның анасы кім болды? Бұл дұрыс емес. Алайда жаңа сұрақ болу үшін осындай сұрақтарға біз мұқтаждығымыз бар. Әкесі сүйеніш болды, анасы кім болды? Боз туған болды деп. Кім деген сұраққа жауап береді? Енді қашан? Ассоциация дұрыс болу керек. Мынау жыр қашан жазылды? Қазтуған. Қазтуған қай ғасырда өмір сүрген болса, мына жыр сол ғасырда жазылған деген сөз ғой. Жауап бар ма? Жақсы. Бұл 15-ші ғасырда жазылған. Бұл 15-ші ғасырда. Қанша сұрақ болды? 5-6 сұрақ шығарды. Енді қалай жазылды деген сұраққа келді. Енді қараңыздар. Қазақтың тілінің әсіресе жыраулар әдебиетінің идеалдылығын қараңыздар. Алаңда алаң. Бір жолда алаңның 3 рет қолданылуы бұл қайталау. Қайталаудың түрі көп. Оның ішінде бұл жай қайталау. Алаңда алаң жұрт, ағалы ордан қонған жұрт. Екі жолдың бірдей сөзбен аяқталуы бұл бізде әдебиетте эпифора деп аталады. Мен бұның барлығын не үшін айтып отырмын? Біздің санамызда осындай дүние болу керек. Әдебиетке дайындалып жатырмыз ба? Bir дүниені оқып жатырмыз ба? Маған бұл қалай сұрақ болып келуі мүмкін? Бір шығарманы оқыдыңыз, бұны кім жазды? Не жазды? Қашан жазды? Және қалай жазды? Және не себепті жазды? Автоматты түрде. Мысал үшін, жай ғана мысал үшін бір дүниеге баратық, бір жерге бар жатық. Не үшін бар жатқандығымызды біліп әрекет жасаймыз ғой? Дәл сол секілді. Бізге қалай сұрақ болып келуі мүмкін деген фильтрмен оқуымыз қажет. Сол кезде бізге олды бір қиындық туғызады. Эпифор бол. Әкеміз біздің сүйеніш күйеуде болып барған жұрт деді. Әкесінің істеген әрекеті мен анасының істеген әрекетін бір-бірімен қатар айтуды әдебиетте негіздеу дейді. Немесе оның интернационалдық термині параллелизм. Қалай жазылды дегенге әлі жауап беріп жатырмыз. Келіншек болып түскен жұрт. Жақсы. Және не үшін жазды? Өлеңнің мағынасына қараңыздаршы. Қайран да менің еділім дейді.
Менің әкем күйеу болып барып еді, менің анам келін болып барып еді, қайран да менің еді. Демек, ақымақ сұңғат былай ойланма. Демек, ол жермен не істеп жатыр? Ол жермен қоштасып жатыр ол. Иә? Қайырлы болсын сіздерге бізден бір қалған еділ жұрт деп аяқтайды Қазтуған жыр. Сонда ол жаугершілік заман, 15-ші ғасыр, қазақ хандығы енді құрылды ма, құрылмады ма, иә? Шартты түрде. Демек, жаугершілік заманда елін тастап кетіп бара жатқан кезде елін қимай жазған өлең. Не себепті деген сұрақ сол болады. Аха, енді маңызын түсіндік қой. Сұрақтар, демек, мен мына дүниені қалай оқуым керек деген сөз болады. Және әдебиетке қатысты айта алатын, айтылуы керек болған соңғы дүние. Әдебиеттен, бүгінгі сізден әдебиетке дайындалушыдан 40 балға дейінгі аралықтағы оқиғаларды айтайық. Бірінші кезекте. Әдебиетке дайындалып деп шештіңіз. Бірінші кезекте оқу керек. Оқымай, тарихтағы Жұбанышев секілді мен мынаны жаттап аламын деп 40 бала алу мүмкін емес. Мен айтайын, тіпті 35 бала алу емес. Неге? Себебі соңғы кезде тест құрастырушы ұлттық тестілеу орталығы түсінді. Біз балаларымызды маман емес, біз робот қылып тәрбиелеп бара жатыр екенбіз. Себебі жай ғана фактологияға негізделген әдебиет қай жылы шықты, қалай болды, не болды деген секілді жаттанды. Түсінбей ме сонда біздің балаларымыз? Оқымай ма деген. Сөйтіп қалай оқытудың әрекетін тапты. Соңғы 2018-2019-дағы сұрақтарды қарасаңыздар, жырлардың ішінен оқиғаларды береді. Мына оқиға қай жырда болды? Немесе мынау жырдағы оқиғаларды рет-ретімен қойыңыз. Біріншісі қайсысы болды, екіншісі қайсысы болды. Ал бұл дүниені тесттен үнемі жаттап отыру мүмкін емес. Ол үшін жырды, шығарманы оқу керек болады. Дұрысында көп емес, толық шығарманы оқудың қажет жоқ. Мектеп оқулығында берілген үзіндіні оқысақ, сол бізге жеткілікті. Екінші, елестету. Елестету бұл түсінудің, ол сезінудің бірінші жолы. Адам егер елестетпейді, демек, ой, анау Шыңғыс Айтматовтың Найман анасы. Оның үзіндісі бар, ғасырдан да ұзақ күн деген, ғасырдан да ұзақ күн. Неге ол ұзақ болады? Себебі анау баласы әкесін жерлеуге барғысы келмейді. Барлығы барады сөйтіп. Анау жағдайдың соншалықты қиын болғандығы бір түн ғой негізі, ұйықтап адам тұра салатын. Өте ұзақ айтылады. Өте ұзақ сипатталады. Сол үшін ол ғасырдан ұзақ болды. Сол көзімізге елестетсек, болып жатқан жағдайларды біз сезіне аламыз. Ал сезінген адам ғана ол нәрсені түсінеді. Түсінген адам ғана оған байланысты осыдан бұрын айтқан сұрақтарға жауап бере алады. Не үшін бұлай болды? Не жайлы жазып жатыр? Деген дүние. Сонда елестетуден сезіну пайда болды. Ал әдебиетті сезімсіз адамның тапсырып жақсы бала алу қиын. Әсіресе сезінбей, түсінбей, әдебиет теориясына қандай көркемдік құрал қолданылды дегенге жауап беру тіпті мүмкін емес. Түсінуден сұрақтарға жауап бере алу пайда болады. Сұрақтарға жауап беру кезінде адамда есте сақтау қабілеті автоматты түрде дамиды. Одан кейін әрине тестілер көбірек тапсыратын болады, сөйтіп 40 балға жетеді. Бұл сіздің және біздің әдебиеттен 40 балға жеткенге дейінгі өтіп жатқан жолымыз. Жақсы, түсінікті болды, пайдалы болды деп ойлаймын. Енді сұрақтарыңыз болса күтемін. Және комментарийге жазсаңыздар болады. Ұнады ма? Ұнамады, иә? Бірмен 25-дің арасында. Пайыз. Егер орташа болатын болса, онда 25-дің 50-дің. Егер жоқ, ағай жақсы сөйледіңіз болса, 0-мен 75-дің, және ой, ағай сіз сұмдықсыз, әулиесіз болса, онда өте жақсы деді. Яғни 100-ге дейін бағаласаңыздар болады. Негізі бұған дейін сізді бір шумақта керемет түсіндірдіңіз деп жазды, өте керемет түсіндіресіз деп жазып жатыр, өте жақсы дейді, өте жақсы, 100 дейді. 100 дейді тағы да. Мәселе сіздерге пайдалы болсын. 100. Бәрі 100% тағы да. Ойбай, сіздер итемесеңіздер, мен қазір тағы бір беу дегізім керек. Ағай, мың. Мың деймін. Мәссаған, қайтеміз енді. 100 тағы да. 1 миллион дейді. Білмейтін дүниелеріңіз сұрап қалыңыздар. Шынымен, білмейтін дүниелеріңіз сұрап қалыңыздар. 1 миллион. 1 миллион. Керемет.
Сұрақтарыңыз болса, достар, қойыңыздар. Кез келген сұрақ, бір түсінбеген дүние болса, болады түсіндірген. Қысқаша. Рахмет ағай, көп-көп. Жиі эфирге шығып тұрыңызшы дейді. Достық алтын сарин парақшасына жазыңыздар. Ойбай, ағай бізге түсіндірсе екен осын деп біз шығамыз. Жақсы, тілектері болса, тыңдармандарымыздың көрермендеріміз. Тағы осылай шығып тұрыңызшы алдағы уақытта дейді. Алдағы уақытта жақсы, бізден бір уәде болсын, бірақ сіздерден тақырып болсын. Ағай, осы тақырыпты түсіндіріңіздерші. Мынау барлығымызға ортақ тақырып қой. Алайда біреуге, мысалы, сабақта сөйлем түсінікті болуы мүмкін, мен оны түсіндірсем, ол адамға қызығыңыз болады. Бір оқушы сұрап отыр, ең алғаш неден бастап дайындалған дұрыс дейді. Қай пәнді? Қазақ тілі әдебиеті. Қазақ тілі мен түсініп тұрмын, негізі екеуге бөліп. Мүлдем екеуін дайындалып дала сөйлестіру. Бірінші кезекте манағы айтқан. Ең бірінші дүние жаттамай түсінуден бастау керек. Ал олай болмаса қиын. Ең бірінші неден бастағанда дұрыс дейді тағы да. Болашақта арнайы әдебиетте тақырыптарға арналған эфир күтеміз дейді. Эфирді сақтап қойыңыздар. Сақтаймыз. Қазақ тілі әдебиеті бірге. Жақсы, тақырыптар мүмкін болса, сізге қажетті болған бір тақырыпты жазсаңыздар, осыған өтіңіздерші деп. Біз сөйтіп опрос жасасақ, осы тақырып сіздерге қызық болады ма деп. Сол бойынша өткізсек. Егер де әдебиеттен оқылмаған шығармалардан кейіпкерлерді қалай тестте тапса болады? Бұл осыдан бұрын айтылған мынау дүние. Нұсқамен жұмыс. Бірінші кезекте сұрақты дұрыс түсіну, екінші нұсқамен жұмыс. Сұрақты дұрыс түсініп алыңыз, дәл нені сұрағысы келіп тұр, және ойланыңыз. Мысалы, мен тест сұраушы ретінде жұмыс істедім, мен білемін. Оның нұсқасында Сәбит Мұқанов жайлы екі сұрақ келмейді. Демек, бірінші сұрақта Мөлдір махаббаттың авторы кім? Сәбит Мұқанов болды ма? Келесі 22-ші сұрақта Сәбит Мұқанов дұрыс жауап бола алмайды деген сөз. Көбінесе деп айтып жүрмін. Демек, бірінші кезекте дұрыс ойлану. Демек, мен күмәнданып тұрмын. Сәбит Мұқанов па, ананың анасының авторы Ғабит Мүсірепов па? Ай, Сәбит Мұқанов жауап болып кетті ау, демек бұл болмайтын секілді. Деп ойлану алу керек бірінші кезекте. Екінші, нұсқамен жұмыс. Тағы да нұсқамен жұмыс. Мысалы үшін, осындай дүние болса. Бір 1927 жылы Мұхтар Әуезовтің әдебиет тарихы атты еңбегі шығады. Сол әдебиет тарих еңбегі 7 бөлімнен тұрады. Қарасаңыздар, жаттап қалуға болмайды. 1927 жылы шығады және 7 бөлімнен тұрады. Енді сізге алдыңызға 7 бөлімді тізбек қылып жазды дедік. А, Б, С, Д, Е. Бірінші кезекте осы, екінші кезекте осы, үшінші, төртінші. Енді мен білмеймін, оны жаттаған жоқ. Бірақ мен нені білемін? Ол 1927 жылы шыққан болса, демек 1927 жылдан кейінгі әдебиет оған енбеген болу керек. Логика дұрыс қой. Демек, 20-шы ғасырдың екінші жартысы деген әдебиеттің бір бөлімі бар ғой. Демек, Б точно жауап бола алмайды. Себебі, бұл кейін болған оқиға, ал шығарма 1927 жылы жазылып қойды. Деп ойлана алу керек. Сол кезде тіпті білмейтін сұрақтың өзін таба аламыз. Ал кейіпкерлерге байланысты ол оқымай, кішкене дұрыс табу, салыстырмалы түрде қиын. Бірақ тағы да, алдыңызда 5 кейіпкер тұр ма? Жоқ, мынау мына шығарманың кейіпкері, мынау мына шығарманың кейіпкері деп сызып тастаңыз, дұрыс жауап үнемі шығады. Себебі сұрақ құрастырушы адам сондай бір логикамен жасайды. Мына сұраққа жауап беру үшін басқа 4 тақырыпты білуіңіз керек болады. Мысалы, ұлпанның кейіпкері емес екендігін білсеңіз, барлығының басқа шығарманың кейіпкерін, сіз автоматты түрде ұлпанның кейіпкерін таба аласыз. Қысқаша түрде осылай болар. Оқу сауаттылығы немесе эссе жазуға қатысты кеңестер айта аласыз ба дейді. Оқу сауаттылығына қатысты өте көп нәрсе айта аламын. Бірінші кезекте, дәл осы дүниелер негізі. Сұрақты дұрыс түсіну оқу сауаттылығы ең маңызды және нұсқамен жұмыс істей алу. Бірақ елестету маңызды. Яғни көбірек ұбт тапсырмайтын адамның өзі күніге бір 15 минут жай ғана кітап оқып тұратын болса, қандай да бір ақпарат, ол интернеттен болсын, кітап болуы да міндетті емес, журнал болсын, оқып
мынау не жайы деп ойланып тұрған адам оқу сауатына 19-20 алады. Оған кейін біліп көрейін. Ал егер дәл ағай осы дүниені түсінбедік деген дүние болса, мысалы мен мәтіннің түрлерін түсінбеймін, ол пайымдау мен сипаттаудың арасында қандай айырмашылық бар болса, оны жазыңыздар. Біз тағы да тікелей эфирге шығып түсіндірейік. Негізі солай. Көбірек практика болса, ол қатты қиын дүние емес. Жақсы, тағы да пайдалы болдық деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз кейін туындап жатса тағы да жазыңыздар, біз жауап беруге үнемі дайынбыз, ашықпыз, ұнамаған дүниелер болса да жақсы қабылдаймыз. Жақсы, сіздерге пайдалы болдық деп ойлаймын. Келесі тақырыптарды жолыққанша. Достар, осымен Сұңғат ағайымыздың сабағы аяқталды. Айтқан кеңестер сабақтар сізге ұбт-ға көмектеседі деп ойлаймын. Барлықтарыңызға ұбт-ға сәттілік. Сұңғат ағайымыз үйреткендей ұбт-дан 40-тан 40 алыңыздар. Достар, сау болыңыздар. Бар.